Саламатсыңдар ма оқушылар? Қазақ тілі 3-ші сынып 2-ші бөлім 66-шы сабақ. Оқушылар, мен бүгін сендермен қазақ тіл сабағында жазбаша тапсырмаларды орындауға көмектесетін боламын. 5-ші тапсырма өлеңді түсініп оқы. Оқушылар, енді осы өлең бойынша тапсырма орындаймыз. Өлеңнің бірінші шумағын жатқа жазғаныңды оқулықпен тексер. Алғашқы екі сөйлемін сөз таптарына талдап, әр сөздің үстіне қай сөз тап екенін көрсет. Көгінде түбірі көк, не зат есім, күн, не деген сұраққа жауап беріп, зат есім болып тұр. Нұрын, зат есім, төккен, қайткен, төккен етістіктің қызметін атқарып тұр. Жерінде түбір сөз, жер, зат есім, гүл, жұпар, не деген сұраққа жауап беріп, зат есімнің қызметін атқарып тұр. Ал сепкен, қайткен деген сұраққа жауап беріп, етістіктің қызметін атқарып тұр. Келесі тапсырма, 6-шы тапсырма. Суретке қара, тақырыбын анықта. Сурет бойынша әңгіме құра. Оны баяндап айтуға дайындал. Мәтініңді жаз. Табиғат. Табиғат қандай тамаша. Айналадағы жасыл шөптер, қызыл сары гүлдер керемет үйлесім тапқан. Жылғалардан аққан сулар тап-таза. Қарасаң көзің нұрын алады. Мен табиғатты өте жақсы көремін. Әсіресе көктем мезгілі ұнайды. Достарым, мен сіздерді табиғатты қорғауға шақырамын. Жазған мәтініңде қай сөз таптарының сөздерін қолданғаныңды анықта. Зат есім кім, не, кімдер, нелер деген сұраққа жауап береді. Бұл жерде мәтінде табиғат, айнала, шөптер, гүлдер, жылға, су, көз, нұр, мен, мезгіл, достар, сіздер. Ал сын есімге жасыл, қызыл, сары, керемет, тап-таза деген сөздер жатқызамыз. Етістік тапқан, алады, аққан, көремін, ұнайды, қорғауға шақырамын. Келесі, бұл өнердің қай түріне жатады? Кескіндеме өнері, яғни пейзаж, табиғатты суреттеу. Ал жазған әңгімеміз сөз өнеріне жатады. Қандай суретшілерді білесің? Әбілхан Қастеев, Әубәкір Исмайылов, Айша Ғалымбаева және Молдахмет Кембаев. Осындай суретшілерді танимын және білемін. Келесі тапсырма 8. Сөздер мен сөз таптарын сәйкестендір. Бұл жерде зат есім, етістік, сын есім, сан есім берілген. Яғни зат есім кім, не, кімдер, нелер деген сұраққа жауап беріп, бұл жерде мүсін, суретші, ермексаз, шаршы қатарын зат есімге жатқызамыз. Етістік не істеді деген сұраққа жауап беріп, қимыл әрекетті білдіреді. Яғни не істеді? Тоқиды, тігеді, салыстырады. Ал сын есім қандай, қай деген сұраққа жауап беріп, жіңішке, ақ, қызыл, тік, көлбеу сөздерін жатқызамыз. Ал сан есімге сан есім сөздерді жатқызамыз. Олар 7, 9, 20, 50, 1000. Құрметті оқушылар, менің келесі сабағымды алдымен көргің келсе, менің арнама тіркеліп қой. Сау болыңдар оқушылар.